Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым, армысыздар алталаш, аман есенсіздер ме, қырғыз бауырлар, аман болыңыздар, өзбек өз ағам. Енді мынау өзбектің тәжік қанышері мен қазақтың примаков қанышері орталарына қырғыздың мынау жас жігітін алып, аяқ астынан бір құпия бейресми кездесу өткізіпті. Енді саяси әзіл туралы сіздерге түсіндірмей қояйық, енді осы туралы қысқаша әзілімізді айтайық. Өзбектің тәжік қанышері мен қазақтың примаков қанышері қырғыздың әлі қанышып үлгірмеген, қолын қандап үлгірмеген жігітіне не деп ақыл айтты ғой дейсің. Қырғыздарға айтам, сәлемді жеткізіңіздер, дұғай сәлем. Мына екі қанышердің қасынан келген басшыларын қырғыздың шекарасына кірерде аластап кіргізсін. Кәдімгі аластап, ұшықтап кіргізсін. Қырғыздың мынау дұғасы кері қайтпай қабыл болатын тақуалары мына қырғыздың президентін дұғалап, кәдімгі жын шайтан, жын жыбырдан, ібілістің сиқырынан арылтсын. Кәдімгі мынау енді жұғады. Сынықтан басқаның бәрі жұғады деген қазақтың сөзі бар. Ол үлкен ғылым. Енді қазақтың примаков қанышері мен өзбектің тәжік қанышері кездесіп біріне бірі мақтанған болар. Қазақтардың енді еті дәмді, қаны деген шіркін-ай, енді қымыз жол қалады, құнан қымыз, дөнен қымыз жол қалады дегенде өзбектің қанышері таңырқап, ой, Тоқаев ака, сіз анау январдағы қазақтардың көшін әлі жеп жатырсыз ба? Сіз неменеге қазақтардың көшін соншама жейтіндей, енді бір уақ мына башқа көшілерді жемедіңіз ба? Мен сізге біраз палауға башып, қарақалпақлардың көшін жіберіп берейін дейді. Сон Тоқаев не деуші еді? Қарақалпақпен қазақ бірдей ғой, қазақтың етіне, қарақалпақтың етіне. Маған ең жақсы бір өзбектің көшін, өзбектің етін жіберсеңші десе, палау қып басып берейін ба, шашлық қып берейін ба, қалай қып пісіріп берейін дейді ғой. Бұл қанышерлердің айтатын әңгімесі одан басқа не болады? Сөйтсе қырғыз таңырқайды. Ой, өзбек ака, қазақ аға, сонда сіздер қазақтың, өзбектің етін жеп, қанын ішкенде, сонда қалай оның не пайдасы бар дегенде, Тоқаев пен жаңағы Мирзаев мырс етіп күліп, әй баламысың деген, қан ішсең өмірің ұзын болады, етін жесең денсаулығың жақсы болады, тағың баянды болады, оппозицияның үні өшеді, халық наразы болмайды. Мынау қанышер Назарбаев 30 жыл билеп отырды ғой, сол қанышып, желтоқсаннан бастап қанышты. Назарбаевқа ешкім ештеңе істей алмады. Анау Мирзаев айтады, ой, Киргиз-укам ай, Киргиз-укам. Каримовты қараң, Каримовты қарамайсың ба? Каримов Андижанда қанышып еді, Каримов өлгенше бір өзбек ештеңе істей алған жоқ қой. Сол қанның арқасында сенде қырғыздардың қанын ішіп тұр дейді. Оған енді анау қырғыздың жас жігіті шошып кетті. Ойбай, қырғыздар қанын ішкізбейді ғой. Ой, енді оштағы өзбектің қанын іше бер, маңға бәрібір дейді. Өзбектің қанын ішсем, өзбектер ренжімей ме дейді, маған бәрібір, мен тажикпін ғой. Іше бер ол. Қырғызстанның ошында, тағы басқа жерде өзбеклері бар, іше бер, өзбеклері яқшы. Ана шашликті көп жеген, палауды көп жеген өзбеклердің көші тамлық болады. Мен маңға пішір десең, пішіріп беремін, абдан, омдан, чоң болады. Деп, екеуі, біреуі өзбектің етін, біреуі қарақалпақтың етін жарнамалап, қырғыздың жас жігітінің сілекейін ағыстып, анау аузы басы қанған қазаққа бір қарап, аузы басы қанған өзбекке бір қарап, қырғыз аққалпағын біресе киіп, біресе шешіп, таңырқап, қайтты ау шамасы. Енді Тоқаев қырғызға айтқан болу керек. Ай, менде мына қаңтарда, мынау оққа ұшқан қазақтарды мына соғымның етіндей сүрлеп сақтап келе жатырмын. Мен алды бұзыла бастап, көрінен қазып алдым.
Біраз берейін, жеп көр енді. Қазақ не? Қазақ қырғыз бір туған етіден ұқсас десе, өзбек айтады дейді, ой, қазақтікін алма, ол январдағы мен свежий күні кеше мына қарақалпақлардың көшін, қарақалпақлардың қанын берем мен саған, қарақалпақтарды. Десе, қырғыз таңырқап, қарақалпақты жейін ба? Ай болды, еліме барып өзім көрермін деп. Міне сөйтіп, бұлар қан туралы, ет туралы, адамның қанын ішу туралы бұлар конференция өткізіп қайтты ғой. Басқа не айтады қанішерлер? Басқа қанішерлер басқа айтатын әңгімесіне. Сөзі Тоқаев өзбекке айтқан болу керек. Ай, сен бір-екі свежий өзбек берсеңші менде, мына қазақтардың етін жеп, қазақтардың еті мына етті көп жейді, қазақтар майлы болады. Соңғы кезде мына менің давлением көтеріліп жүр, қаным майласып біраз, сөйтіп жүр, аяқ қолым үйіп жүр. Анау мешітке барғанда көрдің ғой, мына тіземді бүге алмай, бүйтіп тоңқайып қоқиып тұрдым кәдімгі. Жаңағы анау қабырғаға бір бұты тіремесе сия алмайтын ит сияқты болып тұрғанымды көрдің бе дейді ғой. Сөйтсе, ана кім айтады? Өзбек айтады. Я, қазақтар енді көшті көп жейді, енді қандары майлы. Мен сізге бір свежий мына өзбектерді берем, бірақ мына өзбектерде кедей болып, мына Россияда, Қазақстанда қатты жұмыс істеп, стройкада жұмыс істеп, көштері қатты болып кеткен енді. Мына көшті босататын біраз Қытайдың бақашаянын қосасыз ба, русның өткасын қосасыз ба, тамлық қып жейсіз ғой. Мен сізге бір палау басып жіберейін, палауға былқытып. Десек, Тоқаев енді жарайды, онда қылсаң, онда қыл. Әйтеу енді тамаққа пысықсың ғой, беріп тұрарсың енді деп айтқан болу керек. Қысқасы, Орта Азияның қанішерлері міне осы. Енді Құдай сақтасын, қырғыздың қаны төгілмесін. Қазақтың, қарақалпақтың, өзбектің қаны төгіліп болды. Ал қырғыздың қаны төгілмей-ақ қойсын. Орта Азияда бірден бір демократияның үміті бар, бірден бір демократия арал деп саналатын қырғыз бауырларымыз аман болсын. Анау екі қанішерден барып тәлім алып қайтқан жас жігіттеріңді ұшықтап, демдеп, молдаларыңа оқытып, аластап, тазартып алыңдар. Болмаса ол да қан төгеді ау, абай болыңдар. Ал қалың елім қазағым, қазақ қырғыз бір туған дейді, қырғыз бауырым, өзбек өз ағам, сарт садағам дейді, өзбек бауырларым. Мынау қанішерліктен құтылмасаңдар ешқашан жақсылық болмайды. Қанішерліктен құтылмасаңдар, Каримов қанішер, Назарбаев қанішер, Тоқаев қанішер, Мирзаев қанішер, бұлардың барлығы қанішер. Бұл халық, бұл өзінің халқына ешқашан жақсылық істемейді. Диктаторлар ешқашан халыққа жақсылық істемейді. Диктаторлар өтірік патриот болады. Диктаторлар өтірік мемлекетшіл болады. Олар үшін алғанда оның ұлты, мемлекеті ешқашан маңызды емес, оларға өзінің тағы ғана маңызды. Тақ қана маңызды. Сіздер мына өзбек халқы Мирзаевты ойбай, мына қарақалпақтарды бастырып, мына өзбектің территориясын сақтап қалды деп жақсы көрмей-ақ қойыңдар. Ол кез келген уақытта өзбегіңді де сатады, өзбегіңді де қырады. Қарақалпақтың жерінен өзбекке грамм пайда келмейді. Құдай оны қарақалпаққа бөлек жаратып қойды. Ол қарақалпақ болып өмір сүруге тиіс. Егер сен оны, Құдай оған бөлек тіл беріп, бөлек түр беріп, бөлек жер беріп, мына дүниенің осы уағына дейін, міне біздің заманымызға дейін аман халқы бөлек деп, бөлек жасап қойған халықтың ырыздығына, Құдай берген несібесіне сен көз алартсаң, онда сен де Құдайдың қарғысына қаласың. Онда оқыған намазың, жасаған құлшылығың күйеді. Онда сен де мынау бейуаз халықты қырған Путин сияқты орыс шовинистер, орыс диктаторлар, орыс империалистері сияқты сен де жауызсың. Сондықтан мынау өзінің ұлтына өтіріктен патриот ұлтшыл болып көрінетін мына қалың қанішерлерден арылмай ешқашан жақсы өмір сүрмейсіңдер. Халыққа кім жақсылық әкеледі? Таза демократтар ғана. Мынау мемлекетті дұрыс басқаратын, жүрегінде әділдігі бар, иманы барлар ғана. Ал таққа жабысқаннан кейін сол таққа тістей қатып қалатындар, тақтан кеткісі келмейтіндердің барлығы, оның мемлекет, ұлт дегеннің бәрі өтірік. Өтірік. Америка, Еуропаны қара. Ұзаса 2 мәрте сайланады, 4 жылдан. Максимал 8-ақ жыл отырады. Оның өзінде ортада бір сайланса,
болмаса жұлып алады. Сол Америка, Еуропа, Жапония, Корея, Тайвань, Сингапур қандай бақытты. Неге? Олар әрбір азаматқа мүмкіндік береді. Әрбір азамат өзіндегі барлық потенциалын алып шығады, бүкіл энергиясын алып шығады. Ал бізде диктаторлар отырады. Путин отыр диктатор болып. Каримов отырды Андижанды қынадай қырып. Өзбекті бүкіл дүниеге тентіретіп, қаңғыртып жіберді. Назарбаев 30 жыл қазақты қаңғыртып, тентіретіп жіберді. Енді соның мұрагері болып Тоқаев отыр. Сондықтан бұл жерде мен ешқандай бір ұлтты сен жақсысың, сен жамансың дейін деп тұрған жоқпын. Диктаторларда ұлт мемлекет болмайды. Қанішерлерде ұлт мемлекет болмайды. Қылмыскерлерде ұлт мемлекет болмайды. Ал шынайы ұлтты, мемлекетті ойлайтындар, олар әділетшіл және демократ болады. Орта Азияға демократия келсін десеңіздер, диктаторлардан құтылыңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.